Так, белгілерін айтып кетейін. Range Rover кузов L320, L322, жаңағы Jaguar мотордың белгілері, шынжырдың. Соны көрсетіп кетейін. Бұларда жаңағы шкив калимвалада белгі жоқ, лобовой крышкада ешқандай белгі жоқ. Бұны тек қана жаңа шпонкамен қоясыңдар. Астын шпонканы міне мына шпонканы тур ортасына қаратасыңдар ғой. Ортасы енді оның осы болып қалады ау, где-то міне осылай. Ортасына болтқа да келтіруге болады. Міне былай. Міне осылай где-то міне ортасына қарай шпонкасын келтіресіңдер. Оның алдында шашылған мотор екен. Мына болтын қарап отырмын. Мына болтты көрдіңдер ғой міне. Онан кейін белгілері бар. Біреу герметик, көрінген жерін бәрі герметик. Экономия жиналған екен кезінде. Қазір көрсетіп кетейін. Так, линейкам қайда кетті? Міне линейка. Мысалға өзінің арнайы жасалған кілті болады өзінің. Ол кілт жоқ, біз енді осындай немемен қоямыз. Сызғышпен. Міне былай. Мына жағын осылай қоясыңдар. Мына жағын былай қоясыңдар. Міне. Осылай қоясыңдар. Сенің оның бір айландырып алып келсеңдер, мынау 180 градус айланады коленвал. Тағын бір айландырып алып келсеңдер, толық айланады распредвал. Сол кезде жұдырықтары бірін-біріне қарап тұру керек. Мына жағының жұдырықтары мынау түтіндікі былай қарап тұр, ауаныкі былай қарап тұр. Енді оның алдында біреулер бұған белгі қойып кеткен екен. Олар белгі мына немемен қоймаған. Аның жаңдегендей тегістігімен, плоскосымен. Қазір оны көрсетіп кетейін. Ол үшін коленвалды артқа айландырайық, қазір көрсетейін. Бұл Мерседес ұқсақты қойылады ғой енді. Мерседесте енді шкив коленвалда, лобовой крышкада белгілері бар ғой сыртында. Бұда жоқ. Бірақ сол ұқсақты қойылады. Ол деген сөз, мынау Поршын жаңа дегенде ең жоғарғы жеріне келіп, піскіш төмен түсіп бара жатқан кезінде, мына жағы енді көтеріп келе жатқан кезі, екеуі где-то өлшегенде бірдей болу керек қой. Поршын ше. Енді бұлар біреулер қазір соның белгісін көрсетіп кетейін. Біреулер бір белгі қойып шашқан екен. Олар өздерінше. Так, Поршынды артқа қазір коленвалды артқа айландырып, ВМТ-ға қоям қазір міне. Ең жоғары міне. Ең жоғары жеріне міне. Енді олар былай қойыпты. Көрсетіп кетейін. Енді ол кезде шпонкамыз міне. Мына шпонкамыз міне. Тур былайына тұр. Былайына тұр деген сөз, Поршын тур жоғарда тұр. ВМТ дейді ғой. Верхний мертвый точка дейді ғой. Сода тұр. Сол кезде енді олар мына жерге белгі салыпты. Міне, мына жерге міне ұрып белгі саған. Мына жерге міне белгі саған, қазір үлкейтейін. Міне көрініп тұр ғой. Осындай белгілерді төрт жеріне. Міне мына жаққа да салынған міне белгі. Міне көрініп тұр белгі міне. Қолдан жасаған. Мына жаққа да тура солай белгілерін қойып шыққан. Мына жаққа да. Енді бір қызығы бас істейтін біреу екен негізінде, кім қойса да. Мынаның жұдырықтың қалай тұрғанын мына жерге сызық жасап кетті міне. Соған ориентир жасау үшін. Бас істейтін біреу екен. Былай сызып кетті. Распредвал төңкеріп алмау үшін жинап келе жатқан кезінде. Көрдіңдер ғой міне. Бас істейтін біреу екен негізінде. Көріп мен де қызықтым. Бұны өмірімде айтады ғой, век живи, век учись дейді ғой. Тәжірибе өзі жылдар бойы жиналады ғой. Мынаны дұрыс істеген негізінде. Кім істесе да бас істейтін біреу қойған. Мына жаққа да мына былай сызып кетті мына жаққа міне. Былай бүйтіп сызып кетті міне. Жұдырық қалай тұрғанын ауыстырып алмау үшін міне осылай қойған екен. Тағын және мына белгілерін ұрған. Мына жаққа жұдырық қалай тұрғанын белгілерін бәрін белгілеп қойған екен. Кім болса да бас істейтін біреу екен. Негізі жалпы олай қойылмайды ол. Жаңағыдай айтып отырмын ғой, өзінің арнайы жасалған кілті болады. Шпонка тур осылай
ортасына қарап тұрады, астына қарап. Сол кезде Porsche, Mercedesтерде де сондай. Және 5/5, 273 моторларда да мына жағы жаңағы піскіш көтеріліп барып түсіп бара жатқан кезінде, мынау көтеріліп жетпей тұрған кезінде, былай өлшегенде екеуі жобалап плюс-минус 1 миллиметр ойнау мүмкін. Мысалы 1 сантиметр болса, мына жер 9 миллиметр болуы мүмкін дегеніндей ғой әңгіме. Сондай жобалап екеуі бірдей болып тұрады да, бір уровеньде, бір положениеде, былай айтқанда. Тағы не айтып кетейін, так. Енді мынау кемей қалды міне. Мынамен қойын десеңдер, бұлардың қойған бұрынғы шашқандардың белгісімен, онда мына қазір жаңағы сызғышты қойсам, мына кемей қалды міне. Бұл бұлай қойылмайды негізінде. Бұл сызғыш мына кесіліп арнайы жасалған өзінің немесі ғой. Площадкасы ғой, былай айтқанда, бір уровеньде тұру керек. Оны қазір қайтадан айландыру керек. Міне сағат бойынша. Мына қазір төмен кету керек. Porsche міне. Сол кезде шпонкамыз төмен қарап тұру керек. Шпонканы төмен қаратай. Төмен қарап тұр ғой, жобалап. Енді мынау міне тағын кішкене сәл жылжыту керек. Сол кезде мына плоскостьпен, мына плоскость екеуі бірдей болу керек. Тағын кішкене жылжытайын қазір. Былай. Осылай. Тағын кішкене. Міне. Осылай. Мына жағы да солай. Міне, осылай қойылады да, ол. Өз арнайы кілті қоясындар, мына плоскостьпен қоясындар, шпонкасы төмен қарап тұру керек. Негізінде ана коленвалды фиксациясы бар. Фиксация жасасаңдар да болады, жасамасаңдар да болады. Бірақ шпонка міне шпонкасы мына осы болтқа қарап тұр ғой, мына болттың тесігіне қарап тұр міне. Осылай қойылады енді. Түсіндіре алған шығармын. Енді жұдырыққа әрине әр уақытта шашардың алдында қалай қарап тұрды, мына сызып қойған ұсақты сүйретке түсіріп алдыңдар. Сүйретке түсіріп алдыңдар. Міне мынау бірін-біріне қарап тұр, жұдырық міне ауаныкі мен түтіндікі. Міне. Мынау сәл төмен, өйткені Porsche көтеріліп түсіп кетті. Міне мынау былай бір-біріне қарама-қарсы қарап тұр, үйдің шатыры ұсақты. Мынау екеуі екі жаққа қарап тұр. Бұндай нәрсені сүйретке түсіріп алу керек, арнайы белгілер сап қою керек. Және дегенде сызып қойсаңдар да болады екен. Анау біреу ақылды біреу жасаған. Мындай сызықша жұдырықтың қалай тұрғанын білетін біреу болды ғой, өзінше бір білетін біреу. Бірақ енді мына Jaguar мотор қалай шашылатынын білмейді екен. Mercedes ұқсақты шашылады. Mercedes тура осылай шашылады. Градуспен өлшеген кезде Porsche көтеріліп түсіп бара жатқан кезде, мына жағы ең жетпей тұрған кезінде ВМТ-ға түсінікті шығар деп ойлап тұрмын. Осылай шашып жинайсыңдар.